Қайырлы кеш, құрметті көрермен, сіздерге Абай облысы әкімдігінің аптадағы айтылу жаңалықтарына шолу ұсынамыз. Осы аптада облыс пен Қытай арасындағы ынтымақтастыққа ерекше назар аударылды. Қазақстанға ресми сапармен Қытай Халық Республикасы мемлекеттік кеңесі премьерінің орынбасары Лю Гочжун келді. Сапар аясындағы кездесуде Қазақстан мен Қытай арасындағы екі жақты қарым-қатынастың негізгі аспектілері талқыланды. Бұған дейін Абай облысы мен Шыңжаң ұйғыр автономиялық ауданы арасында бірқатар бірлескен іс-шаралар өткізіліп, шекаралас өңірді жан-жақты дамытуға бағытталған уағдаластықтарға қол жеткізілген еді. Шанхайда First Stage Challenge China халықаралық чемпионаты өтті. Чемпионатқа Қытай, Жапония және Қазақстаннан 50 команда қатысты. Абай облысының жаңадан құрылған Тенгри командасы робот киім номинациясында 2-ші орынды және үздік команда ретінде Motivate Award номинациясында 1-ші орынды иеленді. Ал жалпы командалық есепте 3 ел арасында 2-ші орынға тұрақтады. Абай облысында Шанхайдың ірі компаниялар өкілдерімен келіссөз өтті. Жиында өңірдің өнеркәсіптік және индустриялық инновациялық даму мәселелері талқыланды. Шанхайлық Сани элеватор компаниясының өкілдері өз кезегінде облысымызда жоғары сапалы жеделсатыларды өндірумен айналысуға мүдделі екендерін атап өтті. Аталған компания 1987 жылдан бері Қытайда жеделсаты жасап шығарумен айналысып келе жатқан алғашқы ұлттық кәсіпорын. Қос тарап ортаға салған ұсыныстардың негізгі мақсаты облыстың экономикасын нығайтуға ықпал ету және агроөнеркәсіптік кешенді, жолаушылар көлігі мен автомобиль жолдары саласын дамытудың жаңа деңгейіне қол жеткізу.